арналған қысқа ескі тон, басында селдіреген көне Бөкебайдың жұрнағы. Бет аузы көнекті есік, тоңып бүрісіп, үйдің бұрышындағы пешке арқасын сүйеп оңайып, терең ойға шомылған адамша Күлбаш отыр. Жыртық күпіге оранып, бүк түсіп баласы Қали жатыр. Үй суық, жамаулы терезенің жыртығынан кірген ызғырық шекеден шыққандай. Үйдің ішін жылытуға пешке жағатын отын жоқ. Отын табылар жерде жоқ. Қарасудан басқа дән татпағанына бүгін үшінші күн. 6 айғы қыс тартқаны аштықтың зардабы. Бар сенетіні байым мақтым ел қыдырып, тілек тілеп, ерте кетіп кеш келеді. Бірақ оның да табары жоқ. Oynadanın arkanı ileri dursa da yine kayıpaydı. Aker жоқты ташы жаныма, оның ешкінесі жоқ қой. Еркектер шекте шығып барады. Айқан қайтпасам, артынан назар барам. Ажалының көзі болып қайтам. Aker жоқты кетай. Шешен қатты еркектер жібердесіні. Әкесі, бәрі шоты маған бер. Осылай үстіртін ғой. Еркей масқара ойсың. Атан қабыр ойсың деп жұрту келмес. Эй, мал тастанды.